ата туралы көптеген естелігіңізбен бөлісіп жатсыз. Бүгінгі алған сұхбатымыз біз облыс көлеміндегі оқырмандардың бәрі үлкен деген ақпарат алады біздің атамыз, Сәбит атамыз туралы. Енді Сақтаған Байшыл атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында 2004 жылы 29 сәуір күні сіз мақала жариялапсыз. Атамекен деп соққан жүрегі деп. Осы мақаланы жазуға не түрткі болды, ата? Жүрегімнің төрінен орын алған адам, сондықтан Атамекен екендігін дәлелдеу үшін, осы Ақтөбе үшін көп мақала жазғандығы үшін, кітап жазғандығы үшін, соны дәлелдеп халыққа түсіндіргім келді. Сол үшін жаздым. Бұл жерде сіз жаңа жоғарыда айтып кеткенде Қадыр Мырзалиевтің, Мұхтар Құрманалиннің, Сәбит ағамызға берген бағасы туралы оқырмандарға ақпарат берген екенсіз. Осы Қадыр Мырзали мен Мұхтар Құрманалин айтқан сөздерін Сақтаған Байшыл атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының өлкетану әдебиеттері бөлімі биыл жылдың басынан бастап насихаттап жатырмыз ғой. Облыстық оқитын акция, облыстық оқитын өлке акция аясында осы ақындардың берген бағасымен біздер дәйекті сөз қылып кітап көрмемізге насихаттап жүрміз. Қадыр Мырзалиев пен Мұхтар Құрманалиннің. Сонымен қатар Әбіш Кекілбаев та өте жоғары баға берген екен. Осы сөздерді Фариза Оңғарсынова деген сияқты осы танымалы классиктарды берген бағаларымен біздер оқырмандары жиі таныстырып тұрамыз. Және биыл акция болғасын жылдың басынан бастап бүкіл аудандар, ең бастамасы Байғанин ауданы бастаған акцияда белсенділік танытып жатыр. Жас оқырмандар, біздің мектеп, колледж оқушылары. Рахмет. Сонымен қатар тағы да бір қуанышты жай, біз осы ағайдың жұбайымен Алматыдан жаңа онлайн бағытында бағдарламасы бойынша байланысқа шығып, апа да біздің қаншалықты Ақтөбе өңірінде Сәбит атамыздың өлеңдері насихатталып жатқанымен таныс болды. Ләззат Ләйламен байланыстамыз. Осындай Байшыл кітапханасында мақтан тұтады. Біздің өзіміздің жерлес ақындарымыздың, жазушыларымыздың шығармаларын кеңінен насихаттап, және осында арамызда сіз сияқты бағыт бағдар беретін ағаларымыз болғанын, ақпарат бергенін, естеліктермен бөліскен, ол бізге әрине құнды құжаттар болып келеді. Осы бүгінгі сұхбатты біз әлеуметтік желіге Сақтаған Байшыл кітапханасы Инстаграм парақшасына жариялаймыз. Бүкіл облыс, республика оқырмандарына танысуға мүмкіндік болады. Ой, рахмет, үлкен рахмет. Сізге өлмейді деген осы. Жаңағы, ғалымның хаты өлмейді дегенде расында да мына кітаптардың бәрі ең бірінші тұңғыш кітабы 60-шы жылдар шыққан кішкене ғана кітапта қаншама өлеңдер өзін осы кітаптары кітапханада кеңінен насихатталды. Бұлар қағаз түрінде, сонымен қатар қазіргі цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында сандық нұсқаға аударып, оқырмандар интернет арқылы, басқа кітапхананың оқырмандары интернет арқылы Сәбиттің атамыздың шығармаларымен танысуға мүмкіндік бар. Өте дұрыс айтасыз. Мамасының аты Қылаң, жаңағы телефон салатын. Өте айбынды ана, өткірет, өзін сияқты ақылды, түйінді сөздер айтатын еді. Сосын тағы Сәбит атамыздың осы жолы біз танығанымыз тағы да бір қырынан өте бауырмалы екен. Өте бауырмалы, қарындастарына, өзінің бауырларына өте отбасынан да жоғары қойған екен. Ол да қазіргі заманда бізде ол өте бір жоғары қасиет, адамгершіліктің, бауырмашылықтың, мейірімділіктің қасиеті деп айтуға болады. Сәбитжанның бауырмалдығы тек қана өзінің туған қарындастары емес, бүкіл елге аян. Мұхтар Арынов ректор, Жұбанов атындағы мемлекеттік университеттің ректоры қайтыс болды. Сәбит қасында Социалистік Қазақстан газетінің елшісі, анау есімде болып, артынан ғылым аты болды, кім еді аты? Сол екеуі Наурызай ауданында жүр екен. Мұхтардың қайтыс болғанын естіп келді. Ас беріп жатырмыз. Сол асқа кіріп көрді де, сақта Құдай, сақта Құдай, сақта Құдай, Ақтөбе жерінде топырағымда рухтандырған
патшадай болған мұхтар-ай деп зарлап қоя берді. Сол бойда кәдімгі теңселіп тұрып ойлайды. Мұхтар Арнұқтың Ақтөбе жеріндегі ана Есет Батырда 250 жылдығын тойлаған. Сосын Құдайберген Жұбановты дүниеге келтіру, атағын жазу, атағын беру, университетке атағын беру. Соның барлығын бағалап Ақтөбеде рухани үлкен азық берсін деп Мұхтар Арнұққа үлкен баға берді. Сондағы зарын естігенде осының өлең құлағым сақта Құдай. Сондай адам өте бауырмал. Шыншыл, спортшыл. Өткір, шыншыл, тік айтады. Парасат, ақыл-ой бәрі бойында бар. Алла тағаланың ерекше жаратқан адам сияқты. Мен шәкірттерім бәрі сол сияқты. Өте жанымда солай арқалы. Боздырбайдың даласы Есенбайында солай. Анау Сағида солай жүрек деп жүрген оймауыт деп ода жерде кетті. Тоғымда солай. Ақжауында, Ақжауын. Бәйтеректің соңғызы байғайын жазды. Бәрі де керемет шақырттыра жазды ғой. Нишан аға, тартымды мазмұнды әңгімеңізге көп рахмет. Біз бәрі оқырмандар, облыс көлемінің оқырмандары, кітапхана ұжымдастарымыз бәріміз сізге деніңізге саулық, қуат тілейміз. Арамызда ұзақ жасаңыз, қаншама шәкіртке білім бергенсіз, шәкірттеріңіз жан жақта, олар да өз деңгейлерін жоғары көрсетіп жатыр. Сол себептен біздің Ақтөбе облысының оқырмандарына өзіңіздің ата батаңызды берсеңіз қалай болады екен? Бүгін кіші жұма. Сен, Бақытжан, маған өте ұнайтын адамсың. Тік айтасың, дәл айтасың, және шындықты айтасың. Қазақ айтады, 80-ге келген ел ағасы дейді. 90-ға келген ел бабасы дейді. Мен қазір 90-ға ашып кеттім, 95-тен. Мені ел бабасы деп, маған маңдай тіреп, осы Сәбит туралы айтып бер деп, бүгін мұна аймаққа, республикаға, олаққа, елге танытайық деп, мені тірі фигура деп келіп отырғаныңа рахмет айтамын. Қуат берсін. Алдымен жасымды берсін. Алла тағала оның жанында қанша береді, одан әрі жасай берсін. Жаратқан ие жарылқауының қамінет, әрқашанда аманет. Қолдасын сені Мәлияда Мұхаммед, Түркістанда Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет, Маңғыстауда 360 Шопаната, Қошқарата, Мақсатата, бірдің соңы бекет, ердің соңы кесет, әрқашанда сендерге, коллективке, ұжымға, бәйшіп кітапханасының барлық ұжымына, азаматтарына, еліме, халқыма аман болсын. Аумин, айтқан. Елім тәуелсіздік, елім өркендей берсін. Рахмет.